Сабина, давай, мама, проверзайық. Қандай? Ана, сен талып қалған боласың да. Бол, түсіндім. Иә, давайте. Әженше, 67-ші ағылшынша айтуға болмайды екен, айтсаң талып қалады кесін. Сіз естідіңіз бе? Жоқ. Айтып жатыр ғой, бүкіл каналдарда. Барлығы. Мен 45 айтып жатыр. Мен сенбеймін ондай өтірікке. Мама. Ал. Шынымен, міне. Не бұл 67? Аха. Соны айтсаң Ағылшынша айтуға болмайды. Ана бір көңіл көтеру үшін арналған не ма? Жоқ, өтірік ол. Мама, өтірік емес. Не істейміз? Көреміз ба? Не көреміз? Көрейікші. Сәбін деп айтып көрейікші. Сендердікі өтірік қой. Мама, ағылшынша айтып көрейін. Айтшы, көрейікші. 87. Мама, айтып қой сізге. Сізге айтып қой. Айтып қой сізге. Қой, шынымен ба? Қарасай. Арука? Ауа жоқ. Не істейміз бұны? Ауа жоқ. Мынау да 67 айтқан ба? Ұйықтап жатырмын ол. Арука, не болды саған? Айтуға болмайды екен. Қой, өтірік қой, сендерді сенбеймін сендерге. Арука. Несі көрейін? Несі көрейін? Істеші ал, көрейік. Өтірік ана, өтірік талып жатыр анау. Точно маған пранк па бір бәлечін. 87. Өйда. Мынау не? Мынаған сенеймін ба мен? Өтірік істеп жатырған сияқты ма? Еркеназ. Мыналарға не болды? Инабат. Шынымен ба мыналардікі? Мен айтайыншы, пожалуйста. Мен айтайын. Өтірік сияқты ғой. Айтшы ал, сенікі де өтірік сияқты. 87. Ойбай! Мыналардың барлығы талып қалды ғой. Мынау шынымен болған ба сонда, достар? Не істеймін мыналарды? Масқара. Тұрыңдар. Сабина, Арука. Еркеназ, тұрсаңдаршы, мыналарға не болды? Еркеназ, не істеймін? Мама. Тұрсаңдаршы. Мыналар не? Қалай талып қалды? Мыналар шынымен талып қалды ма? Ойнап жатыр ма өзі? Маған қараңдар, мынауды талып жатыр. Жаңа ғана көзін ашып жатқан сияқты. Мама, не істеймін, Инабат? Сен айтпа олай, жарай ма? Айтуға болмайды оны, мақұл ма? Айтпаңдар вообще. Не істесем болады өзі? Скорый шақырам. Кеттім, түскөт. Айналайындар, не болды? Мынаулар маған пранк жасапты ғой. Келесі жолы осындай пранк жасайтын болсаңдар бар ғой, сендерге чипсы алып бермей қоямын. Жасамаңдар ол. Так, бала-шаға не істеп жатыр? Ойнап жатыр екен. Ал достар, мен сіздерге пранктың патологын көрсетейін. Ал қыздар бүгін мені өйстіп пранк жасады ғой, маған алдап 6-7 деп. Дәл осы пранкты мен қазір өздеріне жасаймын да. Балдар қазір ана жерде ойнап жатыр. Солар көздерінше сөйтіп айтамын да, мен де сөйтіп талып қаламын. Көреміз қалай болатынын. Мен ше жаңа сыртқа шығып келгем ғой, дворға шығып келгем ғой. Шықсам, сол жерде бір бала тұрды маған қарап. Өзі түрі бір түрлі ғой, тағы да қарап тұрды маған. Егер де сен 67 санын ағылшынша айтатын болсаң, талып қаласың деді ғой. Шынымен екен ғой? Айтып көріңізші. Қорқып тұрмын, айтайын ба солай? Айтып көрін, я. Точно айта берейін ба? Так. Қорқып тұрмын да бірақшы, давай. Так, аз айтам. 6-7. Мама! Мен талып қалдым ба? Әжемше. Қоғамау. Тұрыңыз. Не істеймін?
Али папаға айтамыз ба, папа бірақ. Әлде анаға көтеріп алып шығамыз ба? Көтеріп больницаға апарамыз ба? Али папаға айтамыз ба, папа? Ой. Қалай көтереміз? Білмейміз. Енді не істейміз? Біз қайттан айтсақ, қайттан әсер ететін шығар? Білмейтім. Папаға айтып берді. Ойнай бермесе мамам тұрғысай. Қазір көпір көрші апай шақырып келеміз ба? Қумас болып кетіп қалды ғой? Ол баған кетіп қалған еді ғой. Енді не істейміз? Екінші көрші ападың өзі. Ол бәрі кетіп қалған. Сонда біз қалдық па не үйде? Онда ана Әсмай апайға айтып та. Рука не болды? Маман қалай құтқарамыз? Болды, Рука. Болды, жылама. Қазір маманы тұрғызамыз. Бана су қайда? Су әпкесі бар. Ойбай, Нашуна. Мама. Иә. Сізге пранк істедіңіз ба? Иә, пранк істедім. Қалай болды сендерге? Сендер ғана маған пранк жасай бересіңдер ма? 6-7 деп алып. Ой, бұл да бір хит болды ғой. Короче, сендерге бұл ответка. Келесіде маған олай жасамайтын болыңдар, жарай ма? Иә. Ал Еркеназ бен Аруканың достары сіздерге біздің пранкымыз ұнады деген ойдамыз. Ұнаса Лайк басып кетіңіздер. Достар, сосын қараңыздар. Егер де біздің видеомызда мысалы бір ұнамаған жері болса, или ұнаған жері болса, міндетті түрде комментарияға белгілеп кетіңіздерші. Біз сол кезде ойлаймыз, мысалы, біздің достарымызға мынау ұнайды, мынау ұнамайды деген сияқты. Ал біздің видеомызды атып атқан жоқ әлі. Иә, өтініш бізге көмектесіп жіберіңіздерші. Егер сіздерді жаңа лайк басқандарыңыз, комментарий жазғандарыңыз бізге одан әрі шабыт береді. Сосын көбірек видео түсіретін боламыз, иә. Және де ескертіп өтейін, бізде комментарий арасынан конкурстар жасап тұрамыз. Комментарий арасынан таңдап аламыз, мысалы. Иә, любой бір комментарийесін таңдаймыз, соған ақшалай отыз, бір шоколад немесе солай конкурстар жасап тұрамыз. Жиі жасап тұрамыз, иә. Міндетті түрде біздің арнаға жазылып алыңыздар, иә. Кім осы видеоға бірінші комментарий жазады, саған 1000 теңгеден таратамыз, е? Иә, арасында таратамыз. Және де бізді көрген көрермендерімізді барлығын жақсы көреміз, иә? Ал достар, всем пока!